Ас содасының 12 емдік ерекшелігін білесіз бе? Күнделікті қолданыстағы ас содасы ауырғанда дәрі, керек болса косметикалық құралда бола алады. Айта берсек, оны кәдеге асар кезі көп. Енді оның қасиеттеріне тоқтала өтейік. Біріншісі, жүрек қатты соғып, яғни тарсылдап соққан кезде жарты шай қасық соданы тілдің астына салып қою керек. Екіншісі, ауыр жарақаттанғанда, тамақтан уланғанда немесе көп мөлшерде қан жоғалтқан жағдайда жарты шай қасық ас содасы мен 1 шай қасық тұзды 1 литр қайнаған суға ерітіп, әр 5 минут сайын 1 ас қасығын ішіп отыру керек. Үшіншісі, ас содасының қан қысымын түсіруге де септігі зор. Ол денедегі артық ылғалды шығарып, қан қысымының төмендеуіне көмектеседі. Жөтеліп жүрген адам жатар алдында 1 стакан қайнаған сүтке 1 шай қасық ас содасын салып ішу қажет. Сүт ішпейтіндер үшін 1 литр қайнаған ыстық суға 1 ас қасық ас содасын ертіп, тамағын буласа жөтелі кетеді. Баспа кезінде 1 стакан жылы суға 2 шай қасық ас содасын салып, күніне 5-6 рет тамағын шайса, тамақтың қызарғаны басылады. Тұмауратып ауырған уақытта адамның мұрнынан су ағатыны белгілі. Сондайда күніне 3-4 рет сода ертіндісін тамызу керек. Көз бұлшықтанған кезде ас содасын суға салып мақтамен сүртсе, көз тазарады. Саусаққа жара шығып, іріңдеп, қабыну байқалатын болса, жарты литр жылы суға 2 ас қасық соданы ерітіп, саусақты батыру қажет. Ауырған саусақты осылайша күніне 3-4 рет батыратын болса, ірің басылады екен. Тіс ауырмау үшін ауыз қуысын ас содасы қосылған сумен шайып тұру керек. Ас содасын сабынның көбігімен араластырып, аптасына 2 рет жуса, бетті жасартып, өлген жасушаларды қалпына келтіреді екен. Көп терлейтін адамдар күнделікті таңертең ас содасы қосылған суға мақтаны батырып, қолтығын сүртетін болса, күні бойы жағымсыз иістен құтылады. Көп жүргеннен аяқталып ауыратын болса, 5 ас қасық соданы 10 литр суға ерітіп, 15 минут аяғын салып отыратын болса, аяқтың шаршағаны лезде басылады. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.